Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 40 қабат қосылған қызанақты қыс мезгіліне арнап сақтау жолын, яғни банкінің жабу жолын ұсынамын. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмай, толық қарауға кеңес беремін. Алдымен қақпақтарымызға ыстық қайнаған суымызды құйып, бір шетке алып қоятын боламыз. Көкөністеріміздің барлығын жуып, тазартып, дайындап аламыз алдын ала. Мен үнемі банканы осындай буға парлайтын боламын, яғни мантаваркаге, кружка немесе шәйнектің жаңағы үстіне салып 3-5 минут аралығында осылай парлап алатын боламын. Парланған банкаларымызға 3-4 дана сарымсақтан, қалауыңыз бойынша сала берсеңіздер болады, салып аламыз. Оның үстіне укробымызды қосамыз. Әр банкаға осылай салып дайындап аламыз. Қызанақтарымызды салып, ішіне шеттеріне болгар бұрыштарын саламын. Әрине салу реті өзіңіздің қалауыңыз бойынша 40 қабаттарды да шеттеріне араластыра отырып салатын боламын. Немесе банкының төп жағына салсаңыздар да болады. Ашық жерлеріне осы 40 қабатты салуға тырысамын. 2 литрлік және 3 литрлік банкаға жауып көрсетіп жатырмын. Қақпағын жауып, қалған бөліктерінде дәл осы реттілікті сақтай отырып саламыз. Яғни жан жағына 40 қабатымызды, болгар бұрыштарымызды араластыра отырып саламыз. Барынша бос жер қалдырмауға тырысып, осылай тығыздап салсаңыздар да болады. Бірақ та өте қатты тығыздап жібермеңіздер, қызанақтарыңыз езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан тек қана ашық жерлеріне 40 қабатты болгар бұрыштарын салсаңыздар болады. Мінекей барлығын осылай дайындап аламыз алдын ала. Суымызды да қайнатып қоюға жібереміз. Яғни барлық банканы салып болғаннан кейін мен қайнап тұрған суымызды үстіне құятын боламыз. Сақырлап қайнауы қажет, осыны естеріңізде ұстаңыздар. Енді осының үстіне барлығын құйып шығатын боламыз. Суымызды құйып болғаннан кейін 20 минут көлемінде қалдырамыз бөлме температурасына. Мінекей мынау алғашқы 20 минут, екінші 20 минут сияқты бөліп алып қоямын. Содан кейін 20 минут өткеннен кейін осындай кастрөлімізге қайтадан суын барлығын құйып аламыз. Осы суды тағы да қайнататын боламыз, яғни қайнатып кері банкамызға құятын боламыз. Ыдысымызға барлығын құйып алып, осы суды кері қайнататын боламыз. Осы аралықта 3 литрлік банкамызға лавр жапырақтарын және қара бұрыш түйіршіктелген тұзымызды саламыз. Яғни бұл жерде 3 литрлік банкіге 3 ас қасық тұз, 1,5 ас қасық секер салатын боламыз. Қақпағын жауып күте тұрамыз. 2 литрлік банкаға да дәл солай лавр жапырақтарын, 1 шай қасық жаңағы қара бұрышымызды салсаңыздар да болады. Тұзымызды 2 литрлік банкаға 2 ас қасықтан саламыз, 1 ас қасық секер саламыз. Мінекей 1 ас қасық секерімізді салып жатырмыз. Енді қақпағын жауып, суымыздың қайнағанын күтеміз. Яғни бұл су екінші рет қайнап жатыр. Міндетті түрде жақсылап қайнатып алыңыздар, осыны есте сақтаңыздар. Және қайнаған суымызды кері банкамызға құямыз. Суды құйған сәтте толтырып құя беріңіздер, себебі қызанақтарымыз өзіне суды сіңіріп алғанда банкамызда жарты болып қалуы мүмкін. Барлығын осылай құйып аламыз. Енді осы жерде маңызды сәт, осы сіркесі оның 70% және сроғы аспаған, яғни жарамдылық мерзімі өтпегенін болу қажет. Үлкен, яғни 3 литрлік банкамызға 1 ас қасықты толтырып құямыз, ал 2 литрлік банкамызға жарты ас қасық, яғни 1 ас қасықты толтырмай құятын боламыз. Қақпағын бірден жауып, закрывалканың көмегімен
банкамызды жабатын боламыз. 7-8 рет айналдырып, артқа да 7-8 рет айналдырамыз, яғни содан кейін банкамызды тексереміз, су ағып тұр ма жоқ па, және тұзымыз бен шекеріміздің еруінде қадағалаймыз, осылай айналдырып аламыз. Қалған банкілерді де дәл осы реттілікті сақтай отырып жабатын боламыз. Сіздің банкыңыздың атылмауының себебі осы сірке суында және көкөністеріміз жақсылап жуылуы қажет. Банкымызда жақсылап парлануы керек. Осыларды мұқият естен шығармасаңыздар, сіздің банкіңіз жақсы сақталатын болады. Барлығын осылай жауып алғаннан кейін қалың одеял немесе көрпеменен 24 сағатқа қалдырамыз. Сонымен біздің қызанақтарымыз дайын болды. 40 қабат қосылған суы сондай таза мөлдір. Қыс мезгілінде қою тағамдарымен тұтынсаңыздар болады. Егер де менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира.